Баршаңызға сәлем. Бүгін өте жұп-жұмсақ дәмді болып шығатын қызыл бархат капкейкін жасаймыз. Ең алдымен ыдысқа жұмыртқа, қант және сұйық май салып, жақсылап көпіртеміз. Аппақ болып көпіргенше миксерлейміз. Айранға сода салып араластырамыз, жұмыртқалы массамызға қосамыз. Құрғақ ингредиенттерді бөлек ыдыста араластырып аламыз. Ұн, какао, разрыхлитель барлығын араластырып, жұмыртқалы массамызға салып, миксердің көмегімен араластырамыз. Қызыл бояу қосамыз, менде топ декор. 1 шай қасық қосып араластырасыздар. Формаларға орналастырып 180 градуста пісіріп аламыз. Кремін дайындаймыз. Творожный сырға қант ұнтағын салып миксерлейміз. Кілегей құйып, жақсылап миксерлейміз. Бізде осындай крем шығады. Кремді кондитерлік қалташаға орналастырамыз. Видеодағыдай етіп жағып шығамыз. Менде открытая звезда насадкасы. Қалауымызша әрлейміз. Жасап көріңіздер. Сіздермен болған Әсел. Каналыма тіркеліп, лүпіл басуды ұмытпаңыздар. Бізде өте әдемі әрі дәмді капкейкілер шығады. Қонақ күткенде немесе туған күнге дайындасаңыздар, дастарханыңыздың сәнін кіргізеді.